Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте дәмді лаваш начинкасымен дайындадым. Дәмі деген ерекше тәтті болады. Сіздер де міндетті түрде дайындаңыздар. Бізге керегі фарш, оның үстіне бір жуа және помидор, дәміне қарай тұз, бұрыш, жаңағы приправаларымызды қоссақ болады. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізге керегі осындай домалақ лаваш. Осы лавашымызды 4-ке бөлетін боламыз. Лаваштарыңыз үлкен болса, оны қиып, кішірейтіп алсаңыздар болады, немесе басқа формада орай берсеңіздер болады. Ораған кезде қатты баспай, жай орайтын боламыз. Осылай бір бұрышынан бір саусағымызбен ұстап тұрып, қатты мыжбай осылай ораймыз. Міне бізде осындай формада болып шығады. Қалғанына жаңағы лавашымыздың барлығын видеодағыдай орап шығамыз. Міне барлығы дайын болды. Енді осының үстіне бір жұмыртқамыздың сарысын жағып шығып, 180 градуста 30-35 минутта пешке қойып пісіріп аламыз. Үстіне мак септім. Сіздерде мак немесе кунжут қоссаңыздар болады. Міне біздің лавашымыз дайын болды. Дәмі деген өте дәмді және сочный болып шыққан. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.